Лайфхак. Қойларыңызға антибиотик немесе витамин салған кезде, саан етіне салған кезіңізде ауырып ақсап қалып жатыр. Мүлдем мына басыма сыймайды. Шынымды айтайын, басыма сыймайды. 2015-тен бері бар ғой, 2015-тен бері мал бағып жүрмін, қой бағып жүрмін, ешкі бағып жүрмін да. Мен бір укол мынандай келіп салмаймын. Өзі қараптан қарап тұр. Ауырып жатыр ма, әлсіреп жатыр ма? Шамам келгенше жем берем, шөбін, суын қадағалап, уақытылы жақсартам, жағдайын жақсартам. Жақсарып кетсе, шошаңдап, секеңдеп кетіп батса, онда кетті. Ал секеңдеме әлі бұрынғы қалпын өзгертпей тұрды ма? Сойып тастау керек болды, оны зачем емдеп? Сойып тастау керек, бітті. Оны мен түсінбеймін. Мынау сау қойға дәрі береді, сау қойды укол сала бастайды. Осы ауылда да болды, мен ауылда адамдармен бірге бір қой бағып едім, бірде ауылдағылар давай кеттік. Ауылда қан аламыз деді. Жарайды, давай көмектесейік. Қан алып жатыр, бір жағынан укол. Мен айтам, мен малым бермеңдер ана уколды. Ибермек деген уколды салып жатыр, бәрі анау ішінде бүргесін кетіреді, анау кетіреді. Дұрыс мал бүрге ештеңе етпейді ол. Өзінің нормасымен қан ішеді, ары қарай бүрге қай уақытта ол асқынып кетеді. Слабый, әлсіз болса қаптап кетеді. Сал малыңды дұрыс ұстайтын болсаң, онда ол мал бүрге ондай көп жоламайды. Болады бүрге. Тас кенеде болады. Ол өзінің нормасында болады. Ары қарай алып кете алмайды, ол кетпейді. Құрталмайды. Томпаң малдарым жақсы, семіз, әдемі. Соятын болсаң, кәзімгідей майдан етін жей алмайсың ғой. Бір дәрі бермеймін. Мен деген емдеу үшін. Мен түсінбеймін, бірақ неге олар дәрілей береді. Малшылардың үйлеріне баратын болсаң, бір қап дәрі бар олар үйінде. Ол негізі дәрі деген холодильникте тұру керек қой, бұзылмау үшін, строго бұзылмау үшін холодильникте тұру керек. Жылы жерде вообще тұрмау керек ол. Дәрі деген. Оны апарып былшытып береді. Мен табиғат бұның барлығы витамин ғой, бұның барлығы витамин. Оны сен барасың да соған зависим қылып қоясың. Мен енді өзімнің тәжірибем енді, өздерің қарайсыздар ары қарай енді мал бағып көргеннен кейін түсінікті болады ғой негізі.